Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге класс KZ платформасында қамыжыны, яғни күнделікті сабақ жоспарын қалай жасаймыз, соған тоқталатын боламыз. Мұғалімге бөлімінің де бізде тілімізді қазақ тіліне қойып аламыз. Бізге мынадай бөлім бар. Мұғалімдердің білімін бағалау дейді. Күнтізбелік тақырыптық жоспар дейді. Сосын қысқа мерзімді жоспар дейді. Қараңыздар, жазылып тұрған. Ішінен қарап оқуға да болады. Енді мен қазір өзім жасаймыз. Ол үшін онлайн сабақ генераторы деген, және конструктор деген. Осы бөлімге барамыз, жазылып тұр. Қысқа мерзімді сабақ жоспарын жасау үшін деп. Осы жерді таңдаймын. Бізге мынандай бөлім ашылады. Осы жерден ары қарай өтетін боламыз. Мына жерден бастауыш және орта мектеп. Енді негізгі бөлімге өттік. Бұл жерден біз мектеп толтырамыз. Күні. Мен мысалға енді 10 күнгі бүгінгі шығып тұр ғой, Мен мысалға 12 күнгі сабаққа деп жасап қойымсыма болады. Қазір бұл не үшін қай жерден шығатынын көретін боламыз. Мына жерге фамилиямды жазамыз. Мына жерге пәнімді жазамыз. Информатика пәні бойынша. Мына жерге мен қазір 7-ші класс деп жазамын. Менде оқушы саны деймін мысалға 7-ші класс. Менде подгруппа дейік, ал 10-шы оқушы. 45 минут. Тіліміз қазақ тілі. Енді мына жерге біз бөлім. Бөлім бізде Python программасы, сондықтан да мен қазір 7-ші класстағы Python программасы, алгоритм Python тілінде программалау деген апарып көшіріп саламын. Осы жерге апарып орналастыратын болам. Тип урок. Мына жерде қазақ тілінде қойып алсақ болады. Бұл жерде мен апарып сабақтың түрін таңдаймын. Менде 90-ның басы жаңа материалды меңгеру. Мына жерге тақырып жазатын болам. 7-ші класстың бірінші тақырыбы бізде файлдармен жұмыс. Осыны апарып орналастыратын боламын. Мына жерге оқу бағдарламасындағы мақсаты. Мен енді КТЖ-дан календаріне апарып салып қойып отырмын. Жерден барлығын толтырып боламын. Енді мына жерге қарасаңыздар, жұмыс түрлері дейді. Мына ешқайсысына белгіше қойылмай, мына түрде тұрады. Осы жерден жұмыс түрін таңдаймыз. Бізге мысалға жеке жұмыс керек десем, топтық жұмыста керек десем, жоба не демей ақ қояйын. Бірінші не дедім. Мына жерге басқа деген таңдасам. Мына жерге өз жұмыс түрін енгізіңіз дейді. Мен осы жерге практикалық тапсырма дедім. Мысалы Python программасында орындайтын дедім. Қазір не береді екенін көреміз. Мына жерге интеграцияның мәні. Біз білеміз, қаңтар айы бізде заң мен тәртіп деп тұрады. Міне осыны таңдадым. Енді өмір қауіпсіздігін біріктіру дейді. Дене шынықтыруды қосыңыз дейді. Бұлардың маған қажеті жоқ. Мына жерде сыныпта ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылар дейді. Егер бар болса, птичка қоюға болады. Менде жоқ, мен қоспаймын. Енді сабақта егжей-тегжейлі жоспары, қысқартылған сабақ жоспары. Мен бірінші осы егжей-тегжейлі сабақ жоспары деген таңдайын деп отырмын. Қазір бірге жасап көреміз. Мына жерден презентацияға да сценарий ұсыныңыз дейді. Маған презентация емес, бірінші сабақ қымыржысын жасап алып көрейік. Шертемін. Міне, маған негізгі жасау үшін промпт берді деп айтсақ та болады. Жасауға бізге промпт берді деп. Осы жерден көшіруді алып барамын. Енді мен бұны тағы да Gemini'ға салайын деп отырмын. Gemini'ға алып барамын да, бұған дейінгі жасалған тапсырмалардың соңына барып жалғастыра беремін. Міне, ставить еттім. Инструмент деген жерден мен обучение деген таңдадым. Арман қарай отправить. Қазір бізге Gemini қандай сабақ жоспарын құрып беретіндігін бірге көретін боламыз. Енді бұған дейін жасап көрген сабақ жоспарын мен көрсетемін, дайын болғанға дейін. Міне, бұған дейінгі сабақ жоспары мен ештеңе өзгерткен жоқпын, ештеңені толықтырған жоқпын. Өзім жасап берген сабақ жоспары. Мен тек қана араларын жақындаттым бір-біріне. Сосын практикалық бөлімде менде
тек бірақ тапсырмасын берген екен де кодын бермеген екен. Мен кодын жазып беріп дескриптор сұрадым да мен осылай қылып қосымша енгізіп қойдым. Енді бізге қазіргі сабақ жоспарын қалай жасап берді екен бірге көретін боламыз. Міне біз қазір осыны бірге көшіріп көрейік, қалай болып орналасты екен. Басшаға кестеге түспеген сияқты, өйткені алдындағы неде кестеге түсіп еді. Қазір бірге көшіріп көрейік, қалай болып түсті екен. Мынау міне осы бойы ғана жасап көрген сабақ жоспарым менің, қалай жасайды екен жасап көріп отырмын. Міне мына күйде жасап шығып еді. Қазіргісін көретін боламыз. Мен қазір жаңа бетке салып көрейін. Міне. Мына орысша шыққан сияқты, тип урок дегендер. Бұл жерден командалар орысша шығыпты, этап урока дегендерде орысша шығыпты. Бұл қай жерде орысша болып кеткендігін мен қазір біздің жаңа промпттан кеттім екен, қарап алатын боламыз. Қарай қал, промпттағы бөлімдер бізде орысша кетіп тұр. Сол себепті де мен тілімді қазақ тіліне қойып аламын. Бірінші, міне сол кезде міне астында қарасаңыздар промпттарымда қазақшаға ауысты. Міне енді барып көшіремін. Сосын барып мен солынан қазір қайта салып көретін боламын. Негізі бізге бұл жақсы қылып жасап береді тапсырмаларын. Қарасаңыздар, міне дайын ғана түрде әдемі қылып жасап береді. Мен жаңа күнін енгіздім ғой, басында міне 10 деп тұрған бүгінгі күнмен кетіп тұр еді. Сол число мәжеге шығып тұр. Класс деген мәжеге шығып тұр. Менің фамилиямды енгіздім, фамилиям автомат түрде шығып тұр. Барлығы 20 оқушы дейді, енгізгеніме қарай шығып тұр. Сабақ мақсаттар дегенге смарт мақсат деп беріп тұр. Құндылықты да беріп тұр заңмен тәртіпке. Барлық тапсырмаларды жердегі неше пайыз деп пайызбен көрсетіп қойған екен. Сосын бір несі құрастырып берген тапсырмада міне құндылыққа заңмен тәртіп дедік қой, сол нені де қосып алған. Бит тапсырмасында мен пайдаланушы тәртіп сөзін енгізгенше сұрай беретін код жаздайды. While циклы арқылы бізге код беріп тұрып, бұл жерде 8-ші класс деп едім, соған мына құндылықты да қосып енгізіп тұр. Осылай қылып өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Міне 7-ші класстікі міне кестеге салып берді. Қазір бірінші бөлімді көшіремін. Қазір сіздер алдарыңызда қалай болып шығатынын көрсететін боламын. Мен мынаны жауып тастаймын, бұның қажеті жоқ. Міне бізде бастапқы бөлім көшірілді. Мына байқасаңыздар, көшіріп алған ненің кестесі басқа болып тұрады. Сол үшін де оны қалыпқа келтіріп алу үшін ерекшелеп аламыз да конструктордың ішінен барып қарапайым кестені таңдасақ өзгереді. Кестеге ауысты. Енді екінші бөлімін алып келіп саламын. Астындағы экспертер дегенге барып таблицаны көшіріп аламын, астына копировать етіп. Сосын алып келемін да мәжеге ставить етіп орналастыратын боламын. Бұны да дәл жаңағы әдіспен кестесін өзімізге ыңғайлы кестеге ауыстырып алуға болады. Ол үшін кестені ерекшелеймін. Конструктордың ішінен барып қарапайым кестені таңдайтын боламын. Міне енді біздегі бір нәрсе, бұларды сәл араларын дұрыстау. Ерекшелеп алған күйде главныйға барып, тілімізді романға ауыстырып, қаріпті 11-ге ауыстырып, абзац бөлімінен арасындағы интервалдарын жөндеп, осылай қылып жасап алуымызға болады. Яғни қымыжыны жылдам құрастыруға болады. Мен бірдей қылып орналастырдым. Барлығында осылай қылып өздеріңізге ыңғайлап аласыздар. Мына жерде мына ысырылсап кеп, мына ысырылып кеп, сол себепті де мына бір кестенің мына бөлігін бүйтіп ерекшелеп алып барып қана бүйтіп ығыстыруға болады. Бір жағына екі кестені біріктіріп жібердім бір-біріне. Сол себепті де мынаны бүйтсем сәл қозғап ыңғайлы қылып өзгертіп аламыз. Міне
қалған өздерің ыңғайларыңызға қарай жақындатып бір-біріне арасында бос орындарды ыңғайлап жасап алуларыңызға болады. Міне мына жерде қандай тапсырма? Провокациялық сұрақ дейді, топқа бөлу дейді, often right атты 3 топқа дейді. Мен жаңа бала санын енгіздім, соған байланысты міне қай топта неше оқушы болатындығын жазып қойыпты. Пазл әдісімен бөледі дейді топқа. Файлды ашу жабу синтаксисін жазу дейді, дайын мәтін файлдарды ертерек оқып экранға шығару дейді. Мына жерде қарасаңыздар, енді тапсырмаларды бергенде арман қарай тапсырманың ішінде кодын бермеген, осы жерде коды керек болатын болса сұрауға болады. Gemini'ға барасыз, жазасыз мысалға ABC деңгейінің тапсырмалардың кодын мен бір деп. ABC деңгейлі тапсырмаларының коды керек десе. Программа коды керек деп енді түсінеді деп ойлайды, бұған дейін жазып отырмын осылай қылып. Міне A деңгейінің кодын беріп тұр, міне B деңгейінің кодын беріп тұр, міне C деңгейінің кодын беріп тұр. Осылай қылып кодтарын өзіңіз арман қарай толықтыра алуыңызға болады. Дескрипторын сұрауыңызға болады. Кодты енгізіп көріп толық жаз деп, қай жерді ұнамайды кодты өзгертіп жазып бер деп, оны өзіңіз арман қарай өзгертіп алуларыңызға болады. Сонда біз бүгін міне қмж-ны жылдам жазып шығуға болатын платформамен таныстық. Яғни бұл платформа бізге қмж жазуға арналған промпт береді. Сол промпт арқылы кез келген платформа жиға салып өзіміз жасап алуымызға болады. Яғни мен Gemini'да орындадым. Сіздер өздеріңіз ChatGPT-ға немесе Gemini'ға қандай жиді жақсы қолданасыздар, соған салып жасап алсаңыздар болады. Сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай тұрыңыздар. Видеомен бөлісе отырыңыздар.